Адам өмірі мен денсаулығы ең басты құндылықтар. Ал мұны қамтамасыз ету мақсатында жолаушылар тасымалы саласында белгілі бір талаптар көзделген. Мәселен, автобустарды рейс алдында техникалық байқаудан өткізу, жүргізушіні рейс алдында медициналық тексеруден өткізу, тағы да басқалары. Алайда мұндай талаптарды сақтамайтын заңсыз жолаушылар тасымалының салдарынан соңғы жылдары автобустардың қатысуымен жалпы жолдарда орын алатын жол көлік оқиғалары жиілеп кетті. Жалпы жолдарда орын алатын жол көлік оқиғаларының 90%-дан астамы осы заңсыз жолаушылар тасымалына тиесілі. Осындай заңсыз жолаушылар тасымалымен айналысатын автобус жүргізушілерінің кінәсінен облыста 2019 жылдың 6 айында 6 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 3 адам қаза тапқан және 20 адам әртүрлі дене жарақаттарын алған. Құрметті жолаушылар, өз денсаулықтарыңызға алаңдап, қауіпсіз болған қалайсыз ба? Діттеген жеріңізге жайлы әрі сенімді жеткіңіз келе ме? Ендеше сапар шегу алдында жолаушылар тасымалына жауапкершілікпен қарап, тек заңды тасымалды таңдаңыз. Жалпы автобустармен тасымалдау екі түрге бөлінеді. Олар тұрақты және тұрақты емес тасымалдау. Тұрақты тасымалдау алдын ала бекітілген сызбаға сәйкес күнделікті жолаушылар тасымалы болып табылады. Тұрақты емес тасымалдау осы қызмет түріне лицензиясы бар тасымалдаушылармен тек тапсырыс негізінде іске асырылатын тасымал түрі. Мұндай тасымалдауға туристік, экскурсиялық, іс-шаралығы қызмет көрсету жатады. Ал Б санатты жеңіл автокөліктермен жолаушылар тасымалдауға такси тасымалы кіреді. Индрайвер қызметінің заңсыз екенін білесіз бе? Ендеше жолаушылар назарына тұрақты бағыттардағы қоғамдық көліктерге отыру барысында автовокзалдардан, ал автовокзал жоқ жерлерде қоғамдық көліктің жүргізушісінен міндетті түрде жол билетінің берілуін талап етіңіз. Индрайвер қызметіне тапсырыс бермеңіз, себебі өз өміріңізге қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан заңнамаларға сәйкес келетін такси көліктеріне отырыңыз. Заңсыз тасымалдаумен айналысатын көліктер топтасып, кез келген жерлерді заңсыз аттанатын орындарға айналдыруда. Сондықтан ол жерлерден жолға шықпаңыз, себебі олар заңнама талаптарын сақтамайды. Құрметті жолаушы, осы шарттарды орындау арқылы сіз өз өміріңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз етесіз және заңсыз тасымалдауға тосқауыл қоюға өз үлесіңізді қосасыз.